достар, бүгін біздің көптен күткен видеомызда шықты. Бүгін біз ерінгенде жасайтын мантыны жасайтын боламыз. Яғни өте қарапайым. Ол үшін бізге үйдегі бар заттардан жуа керек болады. Оны дұрыстап ашып, жуып, содан кейін осылай турап аламыз. Қызып тұрған қазанымыздың ішіне салатын боламыз. Яғни сұйық майға пісіреміз. Содан кейін ет немесе фаршымызды дайындайтын боламыз. Оны дұрыстап турап, оны да қазанның ішіне пісіруге жібереміз. Үстіне су құямыз, ал оған дейін қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымыз қарапайым мантыға жасалатын қамыр. Оны осылай үлкен қып катать етіп аламыз да, содан кейін жабыспас үшін үстіне сұйық майды осылай жағатын боламыз. Ал содан кейін осылай төрт бұрыштап турайтын боламыз. Содан кейін бір-біріне жабыстырып, осындай дәл видеодағыдай қып шығаратын боламыз. Ал оған дейін біз картопымызды ашып, оны осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз да, жаңағы еттің үстіне осылай себетін боламыз. Ал содан кейін ақырындап жаңағы қамырымызды үстіне қоятын боламыз. Барлығын ақырын отта істейтін боламыз. Дәміне қарай тұзын қосатын боламыз. Содан кейін үстіне су құятын боламыз. Ал 20 минуттай күтетін боламыз да, біздің осында әдемі тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.